Бүгін ең жұмсақ, ең дәмді бургер булочкасын үйде жасап көрейік. Ең алдымен жылы сүт пен жылы суды бір ыдысқа араластырамын. Тұз, аштығы және бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамын. Енді ұнды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илеймін. Қамыр біркелкі болған кезде үй температурадағы сары майды қосып, тағы да илеп аламын. Бетін жауып жылы жерге қойып, қамырдың көтерілуін күтемін. Қамыр көтерілген соң бөліктерге бөліп, әдемілеп, домалақтап форма беремін. Үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт себемін. 180 градусқа қызған пеште 20-25 минут пісіремін. Міне, дайын. Жұмсақ, ауызда ерітін бургерлік булочка. Үй бургері енді тіпті дәмді болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын. Бүгін ең дәмді үй бургерін дайындап көрейік. Алдымен фаршқа тұз бен қара бұрышты дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазын 4 бұрыштап қиып аламыз. Фарштан котлеттің пішін жасап, осы қағазын үстіне қойып шығамыз. Барлық котлет дайын болған соң, оларды 15 минутқа тоңастықшыға қоямыз. Бұл пішінін жақсы сақтауға көмектеседі. Енді қызып тұрған майға котлеттің екі бетінде қызарып піскенше қуырып аламыз. Бөлек ыдыста майонез бен кетчупты араластырып, дәмді соус дайындаймыз. Булочканы екіге бөліп, ыстық табада жеңіл ғана қыздырып аламыз. Енді бургерді жинаймыз. Булочканың ішкі бетіне соус жағып, үстіне салат жапырағын қоямыз. Одан кейін қытырлақ котлетті, жұқа туралған қиярды орналастырамыз. Соңында булочканың екінші жартысының ішкі бетіне де соус жағып, бургерді жауып қоямыз. Дайын. Үй жағдайында жасалған өте дәмді, шырынды бургер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.